Бұның аты не? Бұл мен құрақ көрпе тігіп отырмын. Бұның аты тырна құрақ. Қандай әдемі, иә? Сен маған көмектесе ғой, мен бұның саған мағынасын түсіндіріп берейін. Бұның аты тырна құрақ. Бұны ежелгі апаларымыз мата қиындыларынан жасаған. Тырна құрақтың мағынасы бұл сағынышты, ұзақ жолды, бірлікті білдіреді. Ежелгі апаларымыз бұндай құрақтарды түрлі түсті киіздерге басқан, жастықтар тіккен бұнымен, сөйтіп үйге іліп қойған. Бұл отбасының бірлігін білдіреді. Мынау шектері, мынау тегі, үлкі пардағы онысын Қызым, маған ас бөлмеге көмек бере ғой. Жүре ғой қызым, бүгін біз ұлттық тағамдарымызды жасайық, аяла. Ұлттық тағамдардың бірі ол құрт. Құртты қалай жасауын білесің бе, аяла сен? Иә. Құртты неден жасаймыз? Сүтті, иә дұрыс. Сүтті алып ұйытамыз, айран болады, айраннан сүзбе пайда болады. Сүзбеден біз құрт жасаймыз, е? Аяла, сен маған көмектесе ғой құрт жасауға. Жарай ма? Кәне құртымызды осылай домалақтап жасауға болады. Сопақша тәрізде жасауға болады, е? Құрт, ірімшік, ол да біздің ұлттық тағамдарымыздың бірі. Сен құрт жасай ғой, аяла, мен бүгінгі ыстық тамағымызды жасайын, аяла. Ыстық тамағымыз бүгінгі жасайтын мына бүрме қарын деп аталады, аяла. Бүрме қарынды мынау жылқының қарыннан жасаймыз. Жылқының қарынына өзінің жылқының еті, или қойдың етінде салуға болады. Етінен және көкөністерді салып, ішіне бұқтырып пісіреміз. Бұған қамыр салып та жеуге болады. Ата-бабаларымыз осы бүрме қарынды кезінде сапарға кетіп бара жатқан кісілерге, немесе батырларымызға осылай бүрме қарынды пісіріп жолға беріп жүрген, ұзақ жолға. Және бүрме қарынды біз тұзын көптеу қылып, бұны осы қарынға салып, еттерімізді ұзақ уақытқа да сақтауға да болады, еттерімізді.